мынандай әңгімені қойыңыздаршы, инкрузисқа шақырып едім, бәрі отказ жасайды, ешкім келгісі келмейді. Сіздер бір отказ аласыздар да болды, қолыңыздарды сілтей саласыздар, иә? Мысалы үшін американдық мультипликатор Walt Disney бар. Оның проектісін инвесторлар 300 рет отказ қылды. Егер де ол жеңіліп, ары қарай болды десе, қазір бүкіл әлем Walt Disneyді көре алмаушы еді, иә? Одан кейін басқа Гарри Поттерді жазған, иә, американдық қаламгер бар. Оның егерде жазбаларын ондаған рет тәрк қылды басылымдар, иә, Джон Роулинг деген. Онда бүкіл әлем Гарри Поттерді көре алмаушы еді, иә? Одан кейін Говард Шульц дегенді білесіз ба? Американдық кәсіпкер. Оған банктер 200-ден 600-ден астам рет отказ қылды оның бизнес планын қаржыландыруға. Егерде ол қолын сілтей салса, қазір бүкіл әлем Starbucks деген кофені іше алмаушы еді, иә? Енді сіздер қараңыздаршы, 1-2 отказ алып аласыздар да болды, инкрузисқа ешкім барғысы келмейді, оны мен қалай нетем? Сіздер осы сияқты бір 100 отказ алсаңыздаршы, 100 отказдың сізге жоқ дегенде 3-4 адамы келеді, одан кейін мотивация ашылады, одан кейін сізге ақша түсе бастайды, бизнесіңіз жүре бастайды. Болды, бір отказ алғаннан кейін мынау лохотрон екен, өтірік екен деген әңгімені қойыңыздаршы, жақсы ма? Жай айта салыңыздар, болды, мен жұмыс істегім келмейді, мен жеңілдім дей салсаңыздар, жарайды, мен түсінемін, ол шындық болады. Ал былай жай әңгімені қойыңыздар, жақсы, маған жазыңыздар, коммент жазыңыздар, лайк басыңыздар, хабарласыңыздар, бизнесті талқылайық, командама қосыңыздар.